Сәлем достар, менің каналыма қош келдіңіз. Менің каналыма тіркеліп, қоңыраушаны басып қойыңыз, лайк басып, комментарий жаза кетіңіз. Бүгін бұл видеоны түсіріп отқаным, даярлық тобына баратын қызыма мектеп киімдерін заказ бергенмін Пиндодадан. Соның қанша теңге жұмсағанымды бөлсемін, обзор жасаймын. Мына двойкаға мен сайттағы бағасы 3585 теңгеге алдым, ал оның доставкасына 660 теңге төлеймін. Ал сосын мынау ыңғайлы кроссовкаға заказ бердім. Сайттағы бағасы 2310 теңге, ал оның доставкасы 1100 теңге болды. Екеуін қосқан кезде 3310 теңгеге шығып тұр бұл кроссовка. Сосын осындай әдемі колготкаға заказ бердім. Екеуінің өзі 1295 теңге болды, доставкасына 220 теңге төледім. Общем 1515 теңге. Ал сонда бір колготке 760 теңгеге шығып тұр. Сосын ең керек зат бізге сумка. Бұл сумканың жақсы жері жаңбыр тиетін болса су болмайды, материалы жақсы, мықты. Осы жерде базардан көрдім, 6000 теңге, 5500 теңгеден, но оның өзі су болатын материал екен. Ал бұл сумканың сайттағы бағасы 1860 теңге, доставкасына 1100 теңге төлеймін. Сонда общий қосқанда 2960 теңгеге шығып тұр маған. Ал енді барлығын есептейтін болсақ, 4225 теңге, 3310, 1515, 2960 теңге тең болады, 10010 теңге. Доставкасымен бірге қосқанда осындай ценаға мен осы заттарды алып отырмын. Күшті вообще. Бір аптада берді заттарым келеді. Қазір Алматыда, келген соң обязательно сапасымен бөлісетін боламын. Сондықтан менің каналыма тіркеліп, қоңыраушаны басып қойыңыз. Келесі кездескенше.